Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен таңғы асқа өте дәмді бір істегеннен шығатын керемет сырникелер дайындайтын боламыз. Алдымен бір ыдысымызға жарты килограмм творогымызды салып, үстінен бір жұмыртқамызды жағамыз. Блендердің көмегімен творогымызды жақсылап езіп шығамыз. Блендеріңіз болмаса, вилканың көмегімен де езуге болады. Енді үстінен 2 ас қасық ұн қосамыз. Осылай біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Ұнымыз бен творогымызды жақсылап араластырған соң, үстінен аздап ванилин қосамыз. Сосын 2 ас қасық қантымызды қосамыз. Қантты міндетті түрде соңында қосыңыздар. Өйткені қантты қосқан соң творогтан су шығады. Мінекей творогты массамыз дайын. Енді бұларды бірдей бөліктерге бөліп шығамыз. Қолдарыңызға қатты жабысса, кішкене қолдарыңызды сулап алсаңыздар болады. Сырникелерді бөліктерге бөліп алған соң, сырниктерімізге әдемі форма береміз. Қаласаңыздар стаканның көмегімен форма берсеңіздер болады. Қаласаңыздар жай осылай мен сияқты қолдарыңызбен форма берсеңіздер болады. Мінекей сырникелерімізге форма бердік. Енді сковородкамызды отқа қойып, қыздырып, үстінен аздап май қоямыз. Қызыған соң, үстінен сырникелерімізді саламыз. Крышкасын жауып, қызарғанша пісіреміз. Мінекей қызарды, енді екінші жағын аударамыз.
Крышкасын жауып, тағы да қызарғанша пісіреміз. Мінекей сырникілеріміз дайын. Қалған сырниктерімізді тура солай пісіріп аламыз. Сырниктеріміз дайын. Енді өз қалауларыңызша әрлеп, қаймақпен, сгущенкамен, немесе үстінен сахарная пудрамен сеуіп, ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет болып шығады. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер.